Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында палау дайындайтын боламын. Ол үшін мен керек заттарды дайындап қойдым. Ет, сәбіз, үлкен сәбіз болған соң 1,5 сәбіздей алдым. 2 пияз, 1 сарымсақ, орташа кішкентай, сосын тұз, бұрыш. Сосын мен бір ғана приправа қолданамын. Зира және өсімдік майы. И мынау күрішті жуып дайындап қойдым. 2 кесе күріш. Негізі палауды дайындағанда 1 килограмм етке 1 килограмм сәбіз, 1 килограмм пияз деп жатады. Бірақ мен өз отбасыма шақтап осылай дайындаймын. Ылғи. Енді ары қарай қазір көрсететін боламын. Осылай етті турап аламыз. Мен кішірек бөліктерге турап жатырмын. Сіздер өздеріңізге ұнағандай турауға болады. Жалпы бұл палауды әр отбасында әртүрлі пісіреді. Біздің отбасымызда бізде сәл өзгешелеу пісіремін мен. Оны ары қарай сіздерге қазір көрсетемін. Міне енді біз етіміз турадық, енді сәбізді тураймыз. Бірінші осылай бөліктерге бөліп алып, сосын жұқалап тураймыз осылай. Сәл жуандау болса да ештеңе етпейді. Қайта жақсы болады, сәбіздеріңіз езіліп кетпейді. Маған осылай үлкен қылып тураған ұнайды. Сондықтан осылай турап жатырмын. Көрермендер, мен турап болдым сәбізімді. Пиязды тураймыз. Пияз көбірек болғаны жақсы, сочность береді. Палауға құрғақ болып тұрмайды деген. Міне біз енді палауымызды пісіріп бастаймыз. Бірінші май құйып аламыз. Енді етімізді қосып, майымызды қыздырып аламыз. Енді біз етімізді саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Мына етім қуырылып жатыр. Енді менің рецептімде ерекшелігі ол, мен бұл етті қазір қуырып салып аламын. Сонда меніңше еттің сочность дейміз ғой, сақталатын сияқты. Мен әртүрлі пісіріп көрдім, бірақ осы тәсіл маған ұнады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Және де комментарийға өздеріңіз қалай дайындайсыздар, қысқаша жазып кетсеңіздер. Мынау етім енді біраз қуырылды. Отты азайтайын шамалы. Енді мынау етімді мен салып аламын. Жаңа сіздерге айтқандай. Етті салып аламын. Өйткені мынау жаңағы пияз, сәбізбен бірге тұрған кезде мынау етіміз құрғап не болып кетпес үшін қатты болып осылай салып алған дұрыс деп ойлаймын. Келесі пиязымызды саламыз. Пиязымызды қуырып аламыз. Бұны пиязды осылай қызыл қылып қуырып алсаңыз, ол сіздің жаңағы палауыңызға әдемі түс береді. Күрішіңіз аппақ болып тұрмайды, сонда әдемі түсі қызғылт болып тамағыңыздың түсі әдемі болып шығады. Міне пиязымыз. Пиязым мынандай қызғылт түс болды. Сәл қуырып, сәбізді сала беремін. Сәбізімізді саламыз.
сабызымызды салып осылай қуырамыз. Осы кезде етімізді де сала береміз. Өйткені сабызды көп қуырмаймыз. Етімізді де сала береміз. Сәл қуырып аламыз тағы да. Енді зираны қосамыз, дәмдеушімізді. Өзіңізге керегінше қосасыз. Ұнамаса қоспай қойыңызға да болады. Қара бұрыш себеміз. Құрметті көрермендер, қуырып алдық, әбден. Енді суымызды құямыз. Мен шамамен су құямын. 800 миллиграмдай су. Суым егерде аз болып кетсе, онда күріш салған кезде күрішті жауып тұратындай етіп су құюға болады. Осы кезде міне тұзын да салып жіберуге болады. Тұздап аламыз. Сосын күрішті салатын кезде тағы да дәмін көріп, тұзын салуға болады жетпесе. Құрметті көрермендер, қайнағаннан кейін осылай көбігі шығады. Оны алып тастаймыз осылай. Енді біз етіміз қайнады 15-20 минуттай. Енді біз күрішімізді саламыз. 2 кесе күрішті алдын ала суға салып қойғанмын. Менің күрішім камалина деген күріш. Енді бұған қазір осылай жаймалап суын құям тағы да. Күрішті жауып тұратындай етіп су құямыз. Тұзы аз сияқты. Тағы да тұз салып жібереміз. Енді крышкасын жауып, қаттырақ қоямыз отын. Біздің неміз қайнап жатыр. Палауымыз, күрішіміз салдық күрішті. Енді сарымсақ бізде қалды. Сосын крышкасын жауып, тағы да ақырын отқа қойып қоямыз. Құрметті көрермендер, сарымсақты салып осылай ортасына саламыз. Жуып салдым әрине. Сосын біраз қайнағаннан кейін қазір күріш. Күрішті су біраз кеткеннен кейін ортаға осылай жинақтап күрішті. Сосын бетін жауып, аз отқа қоямыз. Біздің күрішіміз су кетті біраз, Енді алып осылай күрішті ортаға жинақтап, бетін жауып, аз отқа қоямыз. Көрермендер, біздің палауымыз дайын болды. Дәмі өте жақсы болды. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше каналда сау болыңыздар.